Сәлем достар, бүгін біз жұмысын істейміз. Үшінші есептің асы мен асы және алтыншы есептің асы мен асы. Мына жақта біз 90-нан 10-нан бір бөлігі дегенде біз 90-ды 10-ға бөлеміз, сол кезде 9 шығады. Сонда 90-нан 10-нан бір бөлігі ол 9. Ал 40-тың 4-тен бір бөлігі, оны табу үшін біз 40-ты 4-ке бөлеміз, сол кезде 10 шығады. 40-тан 4-тен бір бөлігі 10. Ал мына жақта 8 бол, мына жақта 48 санының 6-нан бір бөлігі. Мына жақта табу үшін 8-ді 6-ға көбейтеміз, сол кезде 48 шығады. Ал мына жақта 6 бол